Армысыздар. Эфирде компания жаңалықтары, студияда Асхат Рамазанов. 2023 жылдың 9 айында өндірістік жарақаттану коэффициенті компанияда нөлдік көрсеткішті көрсетті. Бұл туралы Қазтрансойл акционерлік қоғамының 9 айдағы қаржылық шаруашылық қызметінің қорытындысына арналған кеңейтілген жиында өндірістік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және төтенше жағдайлар жөніндегі департамент директоры Асқар Қабылов мәлімдеді. Қазтрансойл акционерлік қоғамы 2023 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында өндірістік қорытындылар бойынша есепті кезеңде магистральдық мұнай құбырлар және жеке жүйелер бойынша 32 миллион 416 мың тонна мұнай тасымалдады. Өткен жылмен салыстырғанда 2 миллион 414 мың тоннаға артық. Жиында есепті кезеңде атқарылған жұмыстар туралы Қазақстан-Қытай құбыр серіктестігі бас директорының орынбасары Сәбит Рзиев, мұнай тас серіктестігінің бас директоры Дайыр Құлекеев, Батуми мұнай терминалы мен теңіз порты бойынша Фархат Ташыбаев, магистральдық су ағызғы серіктестігі жұмыс туралы Берік Салпек айтып берді. HSE бойынша негізгі көрсеткіштер туралы Асқар Қабылов мәлімдеді. В рамках отчета ключевых показателей по HSE. HSE бойынша негізгі көрсеткіштерді қорытындылай келе, барлық бас директор орынбасарларына, мұнай құбыры басқармасы басшыларына, Самұрық-қазына компанияның алға қойған еңбекті қорғау өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша қойылған іс-шараларды орындап, 2024 жылы компания бойынша қауіпсіздік күндерін өткізуді тапсырамын. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында облыстық төтенше жағдайлар департаментімен бірлесе өндірістік және өрт қауіпсіздігі бойынша интерактивті мастер-кластар өтті. Оған қызметкерлер мен балалар қатысты. Мақсат балаларды ақпараттандыру және күнделікті өмірде жауапты, қауіпсіз шешім қабылдауға дайындау. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында өндірістік және өрт қауіпсіздігі бойынша өткен интерактивті мастер-класстар аясында 35-тен астам бала нөмірі 1-ші арнайы өрт сөндіру бөліміне келіп, оларға экскурсия ұйымдастырылды. Өрт сөндірушілер өздерінің жұмысы туралы, өрт болған жағдайда жеке құрамның қалай қимылдайтынын әңгімеледі. Сондай-ақ балалар азаматтық қорғаныс мұражайының экспонаттарымен танысты. Сонымен бірге өртке дейін және өрттен кейін атты диорама арқылы отпен ойнаудың қандай қатерге әкелетінін көрді. Гаражда өртті ауыздықтауға арналған үлкен көліктер мен өрт жабдықтарын қарап, арнайы өрт сөндірушілер киімін, каскасын киіп көруге асықты. Өрт сөндіру көлігінің ішінде отырып, өздерін өрт сөндіруші ретінде сезініп те қалды. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының өрт қауіпсіздігі инженері Махамбет Өтениязовтың айтуынша, мұндай экскурсиялардың жас ұрпаққа берері көп. Олар өрт сөндіруші мамандығымен танысып, өрт қауіпсіздігіне қатысты білімдерін молайтады. Осы Қазтрансойлдың істеген музейіне экскурсиясы әдемі болып, қысқаша айтқанда фильмдағындай болды. Пожарныйлардың өздерінің инструменттерін өздерін көрсетіп, пожарды қалай өшіру екенін көрсетті, тоқтарды, штурмовкаларды, өздерінің спецкостюмдарын. Былай айтқанда, маған өте ұнады, жақсы әдемі экскурсия болды. Мұнан соң балалар Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы оқу орталығына келіп, конвенсер тренажерімен танысты. Арнайы манекен арқылы практика жүзінде бұл құралдың не екенін көзбен көрді. Конвенсер жолдағы төмен жылдамдықтағы көлік соқтығысының имитациясын көрсетеді. Бұл жол оқиғасы кезіндегі соққыны сезінуге және қауіпсіздік белдігін пайдаланудың маңызын көрсетеді. Алтынгүл Меңдіхан, Мұрат Уақпаев, арнайы корпоративті телеарна үшін Маңғыстау мұнай құбыры басқармасынан. Компаниямыздың корпоративтік қауіпсіздік департаментінде 17 жылдан астам қызмет атқарған Тұяқбай Бекібаев құрметті зейнет демалысына шықты. Тұяқбай Сергеевичке көп жылдық еңбегі үшін Қазтрансойл акционерлік қоғамының бас директоры Талғат Құрманбаев атынан алғыс хат табысталды. Тұяқбай Бекібаев көп жылдық жұмыс тәжірибесін мұнай құбыры саласын дамытуға арнаған майталман маман. Ұжымға қосылғалы бері компаниядағы оның ішінде өндіріс үшін маңызы зор магистральдық мұнай құбырлары бойындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолында қажырлы еңбек етіп, осы уақытта іске асқан маңызды жобалардың басқасында болған. Кәсіби ортада белсенділік танытып, қоғамдық жұмыстарға да кеңінен араласып, Қазтрансойл акционерлік қоғамы жұмыскерлерінің жергілікті кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы лауазымында еңбектеніп, игі шараларды қолға алды. Тұяқбай Сергеевичті бүгін зейнетке шығарып салу үшін барлық әріптестері жиналып, алғыс білдіріп, алдағы уақытта сәттілік тіледі. Мен Қазтрансойлға 2005 жылы келдім. Департамент құрылды. Сол департамент біздің қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды атқарып отырып, мінекей осы компанияда 17 жыл 5 ай жұмыс істеп мінекей. Шында да ол кезде келген жылдары шамалы қиындау болды. Қазіргі уақытта жұмысымыз алға басып келатыр.
мынау Қазмұнайгаз самұрық қазына компаниясындағы ішіндегі ең белді департаменттің бірі деп есептеймін. Атырау мұнай құбыры басқармасында донор күні акциясы өткізіліп, 26 мұнай құбыршы 12 литр қан тапсырды. Бұл белгіленген 3 сағат ішіндегі көрсеткіш. Жылжымалы қан қабылдаушылар бригадасы кәсіпорында түске дейінгі уақытта жұмыс жүргізді. Сонымен қатар 13 қызметкер Атыраудағы қан орталығына барып қан тапсырды. Жалпы алғанда өндірістік орында донор күні акциясы екінші мәрте өткізілді. Біріншісі жаз айында болған. Оған қатысушылардың да жыл өткен сайын саны артып келеді. Қан орталығында мұнай құбыры басқармасының 15 қызметкері тұрақты донорлар есебінде. Акция барысында әр донор 450 грамм қан тапсырды. Дәрігерлердің айтуынша қан 30-40 күннен кейін толық қалпына келеді. Тағы бір пайдалы жағы қоғамдағы қанға мұқтаж жандарға көмек. Қан тапсыру ерікті түрде. Акцияға қатысам деушілер өз еріктерімен келіп, тіркеліп, қан тапсырды. Жалпы әр донордан 450 грамм қан алынады. Сонымен қатар бірнеше анализдер, қан тобы, резус факторы, келантиген, АЛТ және триглицерид 5, яғни анализ қаралып, анализдері жақсы болғаннан кейін донордан қан алынады. Келушілер саны, еріктілер саны өте көп. Келушілерге көп рахмет айтамыз. Бұл негізі қан тапсыру денсаулыққа өте пайдалы. Қазтрансойл акционерлік қоғамының орталық аппаратының қызметкерлері қарапайым донор күнін жаңашылықпен қолдау көрсету әрекетіне айландырды. Қоғамымыздағы әр жас маман донорлықтан түскен 0,125 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі қаражат пен басқа да салымдарды қайырымдылық акциясы ретінде жинады. Жас мамандар жиналған қаржыға қажетті азық-түлік сатып алып, тұрмыс төмен қаладағы 2 отбасыға табыстады. Осылайша компания жастары донор күні акциясы аясында 2 бірдей қайырымдылық шарасына қатысып, қоғамда болып жатқан қайсы бір қиын жағдайларға бейжай қарамайтынын көрсетті. Аз да болса да көптей көріңіз. Осындай азық-түлік алып келіп бердік. Денсаулықтар мықты болсын. Ал, балалар көмектесіңдер. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздесейік.